Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа бризоль пюремен дайындадым. Ең алдымен бір ас қасықтан фаршты 4 кесеге салып алып, бетіне әр кесеге бір жұмыртқаны дәміне қарай тұз бұрыш салып араластырып аламыз. Табаға май жағып, дайын құймағымызды салып, бетін жауып қоясыздар. 1-2 минут піскеннен кейін дәл солай екінші жағында пісіріп аласыздар. Достар, маған тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала аршып қойған картошкаларымызды тұз салып асып аламыз. Дайын болған соң езіп, сүт немесе өзінің қайнаған суын құйып, пюремізді дайындаймыз. Ортасына майонез жағып, күнделікті жейтін балғын салатымызды салып, орап қоямыз. Пюремізді жанына салып, майонез кетчуппен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Сау болыңыздар достар.